Экспо 2017 халықаралық көрмесі экологиялық таза энергиямен қамтамасыз ету үшін желені станциясының құрылысы басталды. Бұл алып жоба елбасының тапсырмасы бойынша Ақмола облысы Ерейментау ауданында бой көтеріп жатыр. Табиғаттың тегін күшін тиімді пайдалану адамзат үшін таптырмас олжа. Желден, судан және күннен энергия қуатын шығару соңғы жылдары елімізде кеңінен қолға алынды. Солардың көшін бастайтын ТМД арасында теңдесі жоқ жел станциясы бой көтермек. Қазір құрылыстың бірінші кезеңі басталып, станцияның астыңғы қабаттары бетондалып жатыр. Құны 18 миллиард теңгені құрайтын алып жоба аймақтың индустриалды картасына енгізілген. Бюджет нашего проекта составляет 17 миллионов. Бұл жоба мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылатын Жасыл көпір бағдарламасы бойынша қолға алынған. Құны 17 миллиард 708 миллион теңге. Оның 80% Еуразия банкінің несиесі, қалған 20% Самұрық энергия акционерлік қоғамына тиесілі. Бұл жобаның қуаттылығы 45 мегаватты құрайды. Қазақстанда осындай үлкен көлемде бірінші рет қолға алынып отыр.